Селам алейкум, урметлі серджелер. Бу ЮАТВ студияда Украина хаберлері. Бүгін июньнің 19-ы базар ертасы күні. Русияге қаршы жазалар Авропаға керек, чүнки оларның вастасы иле Авропаның күчі арта. Бұны Украина тыш ишлер назиры Павло Климкин білдіре. Снырлавлар әйлік ве яманлық арасындаки чизгыдыр. Олмаса Кремльнің ақсызлығы үкім сүрер. Авропаға бұның тесірі менфи ола біле. Жазаларны тек Украин территорияларының азад етілмесінден сон ләғу етмеге мүмкін олыр, дей Климкин. Украинлілерінің чоқысы Авропа бірлігі ве НАТОға кірмеге разы. Букмис рейтинг социсве Разумкова меркезлері тарафындан кечірілген араштырмаларының нәтижесідір. Референдум кечірілсе, Авропа бірлігі азалығына 64% қол тұтар еді. Шымали Атлантик альянсқа 56% кірмеге истереді. 16 bin asker шифахане курорт девалмасына мұхтач. Бұны террористлерге қаршы әмелиятның иштиракчылары ве ветеранлары ишлерінден девлет қызметінде білдірелер. Бұл программаға бюджеттен $860 bin айралажақ. Бұның еле ичтимаи сиясет назерлігінде малие дестігіні да $1 миллион артырajақ олалар. Бұндан сон ән азындан да 8 bin аскер тедевелене білежек. Русиялілерінің Донбасс жинаятлеріні таздықлаған невбеттеки дәлел. Казаклар Градве Гаубица вастасынен Луганск вилеті Белая қасабасыны yok еті. Видеоны 2014 сенесі чықарылғанлар. Бұл вақши ұжымыны ишғалжелерінің озу чықарып, ВКонтакте ағындаки Казак Мили гвардиясының сайфесінде пайлашты. Лутыгеонда Украин арбейлерінің блок-постыны yok етеміз деп язғанлар. Ама қиқатын құмшы қасабаны. Видеода көрінгені кебі мескен евлерге таба атеш ачыла. Қара туман көтерелі. Ерлі сәкенлерінің өлдірілмесіні озыны Улудон ордосының атаманы оларақ адлаған Казицын идареті. Бір қач күнден сон Белая қасабасының сәкенлері оз яшаған дешетті аққында ичтимаи ағыларда яза. Ишғал етілген Қырымда арби комиссарлық аджими аскерден динінден вазгечмеге талап еті. Истемесе махкемелі қорқыттылар. Бақчысарай районының арби комиссарлығы Егова шатлары халқара тәшкелиятының азасы олған яшқа йолыған желпінемесінде янында паспорт ве дени бақышларының денішмесіні таздықлаған весиқаның олмасы шарт олғанына яза. Ангидінге кечмек кереклігіні язмайлар. Хатырлатам, Русияда Егова шатларының фаалиетінің ясақ әтілген. Айны вақытта тәшкелят Русия Федерациясының анаясасы әрбір ватандашқа дин сербестлігіні кефил еткенінің хатырлата. Қырымлыларны арби хазметке чағырып, Русия халқара қайдаларны боза бұның аққында Украинада Бірлешкен Милетлер тәшкелиятының инсан ақлары бойынша незареті етінің әсабатында айтыла. Бұның еле весиқада тәшкелят Кремльден Қырым татар халқына қаршы сырлавларының ләғу етмек ве артық оларны құланмамақ талап еті. Меджлис ясағыны да ләғу етмеге чағыралар. Бірлешкен Милетлер тәшкелиятында бұл кебі сырлавларының мүмкін олмағана аққында Гага махкемесінің қарары аққында хатырлаталар. Ишғал етілген Қырым абитуриентлері 12 Украин Али оқу йортына сәділештірілген кетишат бойынша кере біле. Олар үшін бұл сене девлет самарашының квотасы 900 ерінің тешкіл еті. Де білдірелер Украина Тасильве илим назерлігінде. Оқуш Запорожье, Николаев, Одесса ве Херсон вилетлерінде кечеджек. Незарет етілмеген территорияларда яшаған талебелер үшін сәділештірілген системада бұлтыр ишлеп башлады. Оның ярдымы еле 150-ден зияды бала оқув йортларына кірген еді. Бұл система Украин оқув йортына зәноусыз кірмеге имкан бере. Абитуриент девлет екінлейджі аттестациясының әке имтияны Украин тілі ве Украина тарихы бойынша имтиянларының бермелі. Бұндан сон оқув йортында профиль имтиян яда иджади ярышқа кече.
Украина мектеплерінің яны рейтинг системасы өзерінде чалыша. Бұны та Сильвия Илимназиры Лилия Гриневич білдіре. Қайдеткеніне бинайын тек тыш қимет кесув нәтижелерінің назарға алмаға доғыру дегіл. Бұ тестлер талебінің тасил севесіні көстере. Тәрақияттыны дегіл. Нәзірлік талебінің оқуш башындан олған белгі севесіні ичтимai статусыны ве иғдамыны көзде тұтуджақ бір системаның ишлеп чықармақта. Украинлилер бір девлет тілі үшін. Ватандашларының аман-аман 70% Украин тілінің екене девлет тілі олмасына қол тұта. Ветек 10% рус тілінің ресми статусыны алғышлай. Қарарнен 20% еке тіл үшін. Букмис рейтинг соцсве Разумкова мерkezлері тарафындан кечірілген соравларының нәтижесідір. 14 бин инсан сораштырылды. Ичтимai исларда қайдеткені кебі украинлилерінің чоқысы евлерінде девлет тілінде қонуша. Рус тілінде сасен мемлекетінің Женюбиве шарқында лаф етелер. Назерлер кабинеті яны ажғари сигорта стажының кірсетілігі мұддетіні ғайрыдан бақып чықар. Бұны ичтимai сиясет назері Андрей Рева милислиятлар шурасының топлашывындан сон білдірді. Назерлер кабинеті 2020 сенесінде 25 еллық сигорта стажының кірсетмек имкениетіні огренежек. Шымды 15 еліні тешкіл еті. Ишберген 57 шахысқа бұ сене башындан ажғари айлықларының ödenilmesini себебінден пара жазалары берілді. Бұны әмек мәселелері бойынша девлет қызметінің башы Роман Чернега білдіре. Қызметке қарарнен учбен шикает келді. 4000-ден зияде шорбаджи тешкерілді. Хатырлатам, бұ сене январь бірінден Украинада ажғари айлық $123 қадар көтерінді. Чин туристлері Украинаға келем бірінші группалары сентябрьде беклейлер. Яқында мемлекетінің мұсафирченлігіні чин туристик операторларының әйетлері таздықлаған еді. Емек ве мемаржылыққа лайық қимет кестілер. Бұның еле ватандашларының достане олмасы айреті қалдырғанының қайд етелер. Шу жүмледі Қытай туристик саасының темселжелері Одесса, Львив, Ривне ве Киевны зиярет етті. Пайтақта мұсафирлерінің алтын қапы Михайлев келсесі фуникулерве Украина милли операсының бинасы айретте қалдырды. Русия сыныр бекчелеріне Қырымға Украин туристлерінің келмесіні тақлит етмеге авале етілді. Санлаштырылған левхаларының Москва журналистлері чықармаға азыр. Олар Жанкой кіріш ноқтасында чалышачақ. Мұхберлер Қырымға келген украинлеріні сұраштырмақ ве туристлерінің ақымы бұйық олғаныны көстермек керек. Бұны хабер қаршылығы группасы білдіре. Оларының малюматына көре тәшвиқатчылар дегер кіріш ноқталарында да айны сүретті чалыша. Бұның Ичон Русия сыныржылары мемури сынарда весиқаларны аселет яваш-яваш тәшкере. Нетижеде uzun невбетлер пейда ола. Адет өзре бір саатте 30 машина кечірілі. Шымды 6-7. Русия Қырымда ташынмас малның 4,5 бенден зияде объектінің қанунсыз суретті мұсадыре әтті. Бұны бірлешкен милетлер тәшкелетінің инсан ақлары бойынша юқары комиссарының идаресінде білдірелер. Айтқанлары кебі Қырымда девлетве шақси Украин мүлкиетінің милелештіруі девам әті. Халқара оқу құройжыларының қайдеткені кебі Русияде тазминатны назарда тұтқан мақсус қанун қабыл етілген. Амма ақиқатта есе оны тек базалары ала. Шақси инсанлар, экстремизмде қабатланған инсанлар естесна ола. БМТ бұл себептен хусусан қасевет еті. Чүнки экстремизм еле көре шаққында қанунны Русия пексі құлана. Урметлі сәржелер, бұл дақиқаға сонки хаберда датчау хаберлерінің Укринформ сайтында оқи білесіңіз. ЮАТВ олыңыз. Сағлықнен қалыңыз. Көрішкенже.